Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін закуска жасаудың рецептісімен бөлісемін сіздермен. 10 минут, 15 минутта дайын болатын өте дәмді, керемет закуска жасаудың рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге міндетті түрде осы закусканы жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Енді ол үшін мен 3 қасық ас қасық майонезге 2 түйір чеснокты чеснок езгіштен өткізіп қосамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Кішкене укроп қосып жіберемін да, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямын. Енді келесі кезекте краб таяқшалары, крабовые палочки дейді ғой. Осы таяқшаларды үккіштің ірі жағынан өткізіп дайындап аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Және де болашақта менен қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып қойсаңыз, өте қуанып қалар едім. Келесі кезекте 4 жұмыртқаны алдын ала қайнатып, пісіріп алдым. Үккіштің ірі жағынан өткіздім. Енді қызанақты 4 бұрыштап, майдалап, көбейтіп турап, қызанағымды дайындаймын. Негізі бұл закусканы жасау үшін онша көп нәрсе қажет емес, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бірақ енді фантазияңызға қарай, бұған тағы да қосымша көкөністер қоссаңыз болады. Мысал үшін қияр қосуға болады, сәбіз кішкене қосып жерсеңіз болады. Осылай көбіктап турап алам помидорымды. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Мінекей. Енді лавашты аламын да, бағанағы дайындап алған майонез, укроп қосылған майонезімді осы лаваштың бетіне жұқалап, әдемелеп жағып шығамын. Осылай жасаңыздар, мінекей, бүкіл жеріне жағып шығамын да, сосын бағанағы үккіштен өткізіп алған краб таяқшаларын себелеп лаваштың үстіне түгел осылай қойып шығамын. Оның үстіне екінші лавашымды қоямын да, бағана қалған майонезімді осы екінші лаваштың үстіне жаңағыдай жұқалап бүкіл жеріне жағып шығамын. Өте керемет, күшті. Енді ол тағам болса да, тағам деп айтса да болады, тамақ ретінде де жеуге болады. Дәмі деген керемет. Істеп көріңіз, жасап көріңіз. Осылай жағып аламын да, бұның үстіне жұмыртқамды саламын. Жаңағыдай тегістеп барлық жеріне жұмыртқамды салып шығамын. Енді турап алған қызанақты осы жерге саламын, жұмыртқаның үстіне. Кішкене тұз себелеп жіберем. Қалауыңыз бойынша қара бұрыш қоссаңыз да болады. Енді кезекте лавашымды мұқият рулет етіп, әдемілеп орап аламын. Мінекей осылай орап, сосын пищевой пленкаға, сыртынан пищевой пленкаға ораймын да, холодильникке 30 минут, 40 минут қойып қойыңыздар. Ішіндегі жаңағы майонез лавашқа пропитация ету үшін кішкене жарты сағат болсын холодильникке қойып қойғаныңыз дұрыс.
мінекей мен лавашым 40 минут тұрды. Енді сіздерге кесіп көрсетейін. Әбден пропитация етті, кескенде де оңай кесілді. Енді міне арасын қараңыз, қандай керемет, аппетитный көрініп тұр. Дәмі деген вообще керемет. Жасап көріңіз осылай. Жасалу жолы да қарапайым, оп-оңай. Лавашты аласыз, краб таяқшасы жұмыртқа өткіштен өткізіп, арасына салып, орап, кесіп дастарханға қоя бересіз. Және де асқазанға ауыр емес, жеңіл. Мінекей дайын болды. Осылай жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Асыңыз дәмді болсын. Менің каналымда күнделікті неше түрлі жаңа дәмді рецепттер шығатын болады. Каналымнан алыстамаңыз. Аман сау болыңыз.